Сәлем достар, мен бүгін сіздерге жаңа рецепт бойынша зебра чизкейктің рецептін ұсынамын. Чизкейк өте дәмді, ерекше болып шығады, міндетті түрде дайындап көріңіз. Алдымен бөлме температурасында еріп тұрған жұмсақ сары майға жұмыртқа мен қантты салып, жақсылап араластырып алыңыз. Оның үстіне қопсытқышпен ұнды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Бірінші осылай лопатамен илеп, ары қарай қолмен жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырды пакетпен жауып бір шетке қойып қоямыз. Енді біз пирогтың салмасын дайындаймыз. Салмасын дайындау үшін жұмыртқаның үстіне кукурузный крахмал, ванилин, қантты салып, жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Көпіргенше жақсылап араластырып алғаннан кейін оның үстіне қаймақты салып, тағы да араластырамыз. Дайын болған қаймақты салманы теңде 2 бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігіне електен өткізген какаоны қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Одан соң бағаны илеп алған қамырды диаметрі 22-23 см кез келген формаға жақсылап орналастырып шығамыз. Шетіне бортиктерін шығарып, шанышқымен жақсылап кесіп шығу қажет. Енді осы қамырдың үстіне бағанаға 2 түрлі салманы кезек-кезек орналастырып, видеода көрсетілгендей етіп, зебраның формасын шығарамыз. Құрметті көрермен, қазақ тілді каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетіңіз. Дайын болған пирогты 150-160 градуста тура 1 сағат пісіреміз. Егер сіздердің пирогтарыңыз 1 сағаттан ерте қызарып кетіп жатса, демек сіздердің пештеріңіз қатты қызады, онда сіздер 140-150 градусқа қойып пісіруіңіз қажет. Міне, біздің зебра чизкейгіміз пісіп шықты. Өте дәмді, ерекше болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Ғайша Нұрбекқызы. Астарыңыз дәмді болсын.